Ассалаумағалейкум қазақ елі. Тіл майдан жалғасып жатыр. Достар, осы тіл майданның қозғалысы Абзал Құспан екеуміз соңғы 9 жыл бірге осы тіл майданның ең басында тұрған екеуміз. Абзал Құспан, Оғыз Доған, Руза апай. Сондықтан достар, енді соңғы 2-3 күнде Ресей Федерациясы кәдімгі мәлімдеме жасап, мені 50 жылға кіргізбей қойды. Оған қоса біздің Қазақстан билігіне қысым жасап, Дәурен Абаев осындай үндеу жасады. Қазақша сөйлейтін адамдарды пещерный национализм деп. Соны мені қолдап Абзал Құспан әлі келді. Армысыздар, құрметті көрермендер, құрметті ағайын, көріп отырған. Біздер енді бүгін осы қуат бауырымыздың шаңырағында, дастарханында бас қосып, мына кадрдың сыртында да біраз азаматтар бар. Мынадай шешім қабылдадық. Біріншіден, осы қазақ халқының тек қана тіл майданы қозғалысының жігіттері емес, қазақ халқының жалпы намысына тиген Абаев мырзаны сотқа беру туралы мәселені қарастыратын боламыз. Сотқа беру ол жылдам процедура емес, сотқа дейінгі жасалатын процедуралар бар. Соны ақылдасатын болдық. Екінші, тіл майданы жұмысы өзінің жұмысын жалғастыратын болады. Жалғастырып қана қоймай, керісінше жандандыратын болады. Осы жұмысқа әрқайсыңыз бұрын соңында тіл майданға қатысы жоқ азаматтар, өзін қазақпын деп есептейтін азаматтар, міндетті түрде қазақ тілін, тіпті орыс тілді қазақтар, барлығыңызға ат салысуға шақырамын. Барлығыңызды пещерный националист болуға шақырамын. Неге десеңіз, тіл майдан жұмысы тек қана Қазақстан Республикасының заңдарының шеңберінде ғана жұмыс атқарып келген қозғалыс. Яғни тілдер туралы Қазақстан Республикасы заңы мен тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заңның шеңберінде ғана біз жұмыс атқарып келдік. Сол себепті осы жұмысқа барлығыңызға да атсалысуға шақырамын. Екіншіден, жағымсыздау бір хабармен сіздермен бөлісуге тура келіп тұр. Енді мына құқық қорғау органдарында да қазақтың патриот азаматтары жетерлік. Солар маған арнайы хабарласып, бір емес 2-3 жерден источник шығып отыр. Қуат Ахметовтың үстінен билік 174 баппен қылмыстық іс қозғау туралы тапсырма бергендігін жеткізіп жатыр. Құрметті көрермендер, құрметті ағайын, егер дәл қазір міне ұлт патриоттары Марғұлан Боранбаев пен Данат Намызбаевқа қозғаған сияқты енді Қуат Ахметовке де осы баппен іс қозғайтын болса, онда біз өкінішке қарай заң аясынан шығып саяси қызметке араласуымызға тура келеді. Осы жағдайды бәріңізді қаперлеріңізге беремін, бәріңізде осыған дайын болыңыздар дегім келеді. Өйтпесе бізді әрқайсымызды бір-бірлеп сындырып, елім, жұртым деген ұлтқа қандай да бір қызметпен айналысып жүрген азаматтарды бір-бірлеп құқтатын болады бұл билік. Төртіншіден, мен адвокат қызметінде қайтадан қалпына келтіруге шешім қабылдадым. Өйткені Қуат екеуміз жаңа өзі айтып кетті, 9 жылдан бері бірге келе жатырмыз. Мен жалғыз қалдыра алмаймын бұл жолы. Былтыр 2020 жылы билік тарапынан қайта жасалған қысымның салдарынан мен адвокат қызметінде өзім тоқтатуға мәжбүр болдым. Әділет министрі Бекетаевтың өзі қол қойып 2 рет ұсыныс берді. Істі қарап жатқан судья үстінен қылмыстық іс қозғады. Бір белсенді азаматтарға үстінен сотқа бергізді. Сол кезде маған бір ғана талап айтылды: адвокат қызметін тоқтат, жеке кәсіппен кет деп. Мен осы қалай тоқтаттым, солай қысымның бәрі тоқтаған болатын. Енді қазіргі таңда не болса болсын, бірақ тек қана бұл жерде Қуаттың жеке мәселесі емес, біздің тілімізге қатысты, яғни тәуелсіздігімізге қауіп төніп тұрғандықтан адвокат қызметінде Қуат Ахметовтың адвокат ретінде қайтадан ертеңгі күннен бастап жалғастыратын болдым. Ең соңғы 5-ші пункт, түсінікті билік тарапынан, биліктің астауынан жем жейтін кейбір өсекші сайттар мен өсекші блогерлер тарапынан біздің жеке басымызға неше түрлі жалаң өсектер қаулайтындығы түсінікті. Олар ешқайсысына назар аудармаңыздар. Тіпті назар аударсаңыздар да, сіздер жеке бізді қолдамай қойыңыздар, бірақ біздің идеямызды қолдауға шақырамыз. Өйткені біздің идеямыз біреу, ол қазақтың тілі болды. Қазақ тілі үшін барлығыңызды осы біздің идеямызды қолдап, осы біздің жұмысымызға атсалысуға шақырамыз. Осымен болды.